Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі мен сіздерге ұсынатын рецебім тек қана капустадан жасалатын осындай запеканка. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді бізге осы капустадан жасау үшін ең бірінші пияз қажет болады. Жай ғана пияздарыңыз, ақ пияздарыңыз болса қоса беріңіздер, ешқандай айырмашылығы жоқ. Осындай бір дана пиязды ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған тавамызға қуырамыз. Тавамды қыздырып қойдым. Үстіне кішкене сұйық май қосып, пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылғанша менде 3 дана картоп, осындай орташа көлемде 3 дана картопты ұсақтап тураймыз. Орташа көлемде тураймыз. Туралған картопты пияздың үстіне қосып, оны да 5 минуттай қуырамыз. Міне осындай қылып турап аламыз барлығын. Мен достар, мен картопымды турап болдым. Енді қуырып жатқан пияздың үстіне қосып 5 минуттай қуырамыз. Осы 5 минут қуырылғанша біз капустамызды турап аламыз. Қақпағын жауып қоя тұрамыз. Отты баяулатасыздар, өйткені асы күйіп кетпес үшін. Міне осындай үлкен капуста, орам жапырақ. Осыны дәл ортасынан бөлеміз. Бізге жартысы ғана қажет болады. Шамамен 500-600 граммдай болса жеткілікті. Бір порцияға сондай жеткілікті болады. Енді осындай үлкен ортасынан қатты жерін алып тастаймыз. Тағы да ортасынан бір рет бөліп, осы жұқа етіп барлығын тураймыз. Достар, міне мен жартысын турап алдым. Енді туралған бөлігін картопымыздың үстіне қосамыз. Біздің ыдысымызда көлемі кішірейгенше екінші жартысын турайтын боламыз. Егерде капустаны салған кезде асты жабысып қалмас үшін жарты стақан су құйып қойсаңыздар болады. Міне мен жартысын жаңағы бірінші салған капустамның көлемі азайды, басылды. Енді қалған жартысын турап үстіне қосып, қақпағын жауып, шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Бізге суы азайғанша пісіру қажет болады, және де орам жапырағымыз көлемі кішірейгенше пісіреміз. Достар, енді менің өзімнің қалауым бойынша осылай үстіне тәтті бұрыштар қосамын. Дәмін келтіреді әдемі қылып. Егерде үйлеріңізде болмаса, жай ғана капуста мен жаңағы картопымызды екеуін ғана істесеңіздер болады. Осындай 3 түсін алдым, әдемі болу үшін. Жартысын қоссаңыздар да болады. Дәмін де түсінде әдемі қылып тұрады. Енді осы тәтті бұрышымызды осындай үлкен ыдыс аламыз қазір. Соның ішіне салып, қазір біз капустаның ішіне құятын сұйық салмамыздан дейміз. Осы тәтті бұрыштың үстіне 3 жұмыртқа қосамыз. Және де қаймақ 150 граммдай, 4 ас қасық болса жеткілікті. Және де 200 грамм сүт, 2 үлкен ас қасықпен ұн. Және де дәмдеуіштер қосамыз: паприка, қара бұрыш, тұз, және де универсальный приправа, соны қостым. Енді осындай ас көктеріңіз болса, үстіне турап қосыңыздар болады. Және де 2-3 дана сарымсақты осылай үккіштен өткізіп, барлығын қосып араластырамыз жақсылап. Оған дейін біздің капустамыз дайын болып қалады. Дайын болған капустаның үстіне осы дайындалған біздің қоспамызды қосып, ары қарай духовкада пісіретін боламыз. Осындай үлкендеу ыдысты аламыз. Үлкендеу ыдысқа міне менің капустам дайын болды. Суы барлығы азайды, көлемі де азайды. Шала пісіреміз жарты сағаттай. Және де осылай үстіне дайын болған біздің осы құймамызды араластырып жақсылап, оған дейін духовкамызды қыздырып қоямыз 180 градусқа. Қызып тұрған духовкаға үлкен осы формаға саламыз да, қалған уақыты 25 минут соны толығымен пісіріп аламыз. Міне осындай формаға салып толығымен пісіреміз. Достар, сіздерге бүгінгі менің видео рецептім ұнап жатса, менің каналымды қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Сіздерге өте қуанышты боламын. Ол үшін осы видеоны достарыңызға жіберіп, лайк басып, астына комментарий жазып, және тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міне достар, менің
тағам дайын болып қалды. Осылай пісуге 5 минут қалған кезде бетіне сырды үккіштен өткізіп қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Және қосқаннан кейін тағы да 5 минутқа сала тұрамыз духовкаға. Біздің тағамыз толығымен дайын болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Достар, міне менің тағамым дайын. Осылай 5 минуттан кейін алсаңыздар өте әдемі түсі және дәмі де керемет болады. Өте жеңіл тағам және де өте дайындалуы оңай. Етсіз тағамның бір түрі. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнап жатса міндетті түрде астына комментарийға кез келген смайликті қалдырсаңыздар болады. Ол менің каналымның алдыға дамуы үшін өте үлесін көп қосады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, міне ортасы барлығы толығымен піскен, өте нәзік, сочный болып шығатын капустадан жасалатын ерекше тағамның бір түрі. Капусталарыңызды жасап көріңіздер үйде. Бұл тағамды көбінесе кешкі асқа жасаған дұрыс деп ойлаймын. Кешкі асқа өте жеңіл, ас қорытуға өте жақсы болып шығатын тағам. Етсіз, жылдам дайындалады. Ұнап жатса асына мені қолдап комментарийға смайлик қалдырып, немесе өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып жазсаңыздар өте қуанышты боламын достар. Лайк міндетті түрде қойыңыздар, және де каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.